Ассалаумалейкум, құрметті мұсылман жамағаты. Бүгін құптан намазынан кейін еліміздің барлық мешіттерінде тарауих намазы басталады. Рамазан оразаларыңыз құтты болсын. Рамазан айы хош келдің. Оразаның сауабын өзім беремін деген хадистің құпия сыры неде? Алла тағаланың берген өміріне, денсаулығына, рухани және материалдық байлықтарына алғыс білдіріп, лайықты түрде шүкір ету әрбір пенденің міндеті. Қасиетті Құранда Нәмл сүресінің 40 аятында былай делінген: кім шүкірлік етсе, расында ол өзі үшін шүкірлік етеді. Ал кім шүкірсіздік етсе, расында Раббың бай һәм жомарт. Мұсылман пенде нығметке қуанып, белгілі бір табысқа жеткенде, Аллаға шүкіршілігін білдіруі керек. Ол үшін сол сәт шын ықыласпен әлхамдулиллах деп айтудың өзі жеткілікті. Құрметті мұсылман бауырлар, ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм мынадай керемет хадисі бар: адам баласының тек оразадан басқа амалының барлығы өзі үшін. Ал ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Бухари, Саум 2, Муслим, Сиям 152 делінеді. Бұл хадис, әрине, оразаның ерекше маңызын көрсетеді. Ол біздің ұстаған оразамыздың тек қана Аллаға арналған және оның ризашылығы үшін екендігін білдіреді. Бұл хадис бірнеше терең мағыналарға ие, әрі исламдағы оразаның рөлі мен қадірін түсіну үшін маңызды. Адамдар басқа құлшылық түрлерінде Аллаға серік қосу күнәсіне ұрынып жатады, бірақ оразада осы ең ауыр күнәға ұрыну қаупі жоққа жақын десе де болады. Сондықтан оның сыйы да ерекше. Бүгін біз осы хадистің құпия сырын зерттеп көреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қызықты мәліметтер аласыздар. Көпшілік көруіне себепші болғыңыз келсе, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Пікірге уақытыңыз болса. Әлхамдулиллах, Алла ұлы сөздерін жазып, Алла тағаланы ұлықтап мадақтап қойыңыз. Ол сізге де мен үшін өте маңызды. Аллах разы болсын. Ендеше біз бастаймыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Оразаның ерекше мәртебесі. Алла тағала оразаны өзіне тән амал ретінде қабылдайды. Бұл дегеніміз, ораза басқа ғибадаттардан ерекшеленеді. Намаз, зекет, қажылық сияқты ғибадаттар басқа адамдарға да көрінетін болса, ораза тек қана адамның өзі мен Алланың арасындағы амал болып табылады. Өйткені тек Алла ғана адамның ораза ұстағанын біледі. Ниетімізбен, сөзімізбен және денемізбен орындалатын ғибадаттың барлығын тек қана Аллаға арнау және тек Алла тағаланың разылығын мақсат тұту, біздің мұсылмандық сеніміміздің өзегі әрі хақ дінімізді дұрыс ұстанудың, құлшылықтарымыздың қабыл болуының ең басты шарты. Оразаның сауабы тек Алладан. Бұл хадисте Алла тағала оразаның сауабын өзіне ғана бере алатынын айтады. Ораза тазалығы адамның рухани мен сабырлығын арттыратын амал болып табылады. Ораза ұстаушының өзіне Алладан ерекше сыйлық беріледі. Бұл сыйлық тек Алланың жақындығымен риза болуы, сонымен бірге жәннаттағы үлкен сыйлар. Расында, жәннатта әр-райян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні одан ораза ұстағандар кіреді. Ораза ұстағандар қайда делінеді? Олар орындарынан тұрады. Олардан басқа ол қақпа арқылы ешкім кірмейді. Олар кіріп болған соң ол қақпа жабылады да, одан кейін ол арқылы ешкім кірмейді. Бухари, Муслим. Әрине бұл хадисті біз естігенбіз, Раяна деп қыздарымызға есім беріп жүрміз. Ал Алла тағаланың біз білмейтін тағы басқа сыйлығы бар екенін білеміз бе? Ол сыйлық біздің санамызға да келмейтін ерекше, ғажайып құпия сыйлық. Тіпті оны періштелер де білмейді екен. Уа! Жаратқан ием! Ол сыйлығыңды бергенде ораза тұтушылар жүрегі қуаныштан жарылып кетпей қалай шыдайды екен? Бірақ біз қайтып тірілген кезде, Алла тағала біздің жүрегімізді сол зор қуанышқа шыдайтындай етіп жаратып қойса керек. Осы сөздерді жазып отырғанда, Алланың мейіріміне елжіреп, көз жасқа толады. Әлхамдулиллах. Ораза ұстаушылардың Алланың дидарын көру бақытына жету мүмкіндігі. Алланың жәннаттағы кереметтердің барлығы бізге дайындаған нығметтерінен. Алайда олардың бәрі де Алланың өзін беремін деген ең зор сыйлығымен әсте теңесе алмайды. Бұл, әрине, Алланың дидарын көру нығметі. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм бір хадисінде былай дейді: жәннаттықтар жәннатқа кірген уақытта Алла тағала олардан былай деп сұрайды: сендер үшін тағы да нығметімді арттырғанымды қалайсыңдар ма? Бізді жәннатыңа кіргізіп, жүзімізді жарық еттің, тағы не сұрай аламыз? Сонда Алла өзімен құлдарының арасындағы пердені ашады. Жәннат тұрғындары бұдан артық жақсы нәрсе көрмеген. Муслим, Жаннат 3. Ораза ұстаушылардың қиямет күні Алланың дидарын көруге қатысты хадис бар. Бұл хадис оразаның рухани маңызын және оның ерекше мәртебесін көрсетеді. Мұндай хадистердің бірі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәләм тарапынан айтылған: жәннатта Алланың дидарын көру мүмкіншілігіне ие боласың. Жарир ибн Абдуллах әл-Бәжәри радиаллаху анху баяндайды: ай толған түні Алла елшісімен саллаллаху алейхи уәсәләм бірге болған едік.
Сонда ол толған айға қарап тұрып, жұмаққа кіргенде, мына айды қазір қалай көріп, Раббыларыңды да дәл солай сығылысып бір-біріне кедергі жасамастан анық көретін боласыңдар. Сондықтан күн шықпай тұрып, және батпай тұрып, үзбей намаз оқуға, таң мен асыр намаз, шамаларың келсе, міндетті түрде оқыңдар деп айтты. Бұхари Мәуақит 16, Муслим Мәсәжид 211. Бұл хадис, ораза мен жалпы ғибадаттардың басты мақсаты, ең жоғары мақсаты, Алланың дидарын көру екендігін көрсетеді. Аллаға жақын болу үшін ораза, намаз, зекет және басқа ғибадаттарды орындау маңызды. Оразаның рухани мәні. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Айша анамызға, жәннаттың есігін қақ дейді, яғни, біреудің үйіне кіруден бұрын бірінші есігін қақпай ма. Сол сияқты Алла Расулы саллаллаху алейхи уә сәлләм әйелі Айшаға жәннаттың есігін қақ депті. Сонда Айша анамыз түсінбей, жәннаттың есігін қалай қағады деп сұрапты. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм, ораза ұста. Әр ораза ұстағаның жәннаттың есігін қаққаның деп жауап берді. Алла тағала Рамазан айының әрбір күні жәннатын безендіріп оған, менің ізгі құлдарымның ауыртпалықтар мен тауқыметтерді тастап, саған кіретін күні жақын қалды дейді. Жоқ, жұмысшы да ісін толық бітірген соң өзінің сыйын алмаушымайды. Сол сияқты деген Ахмад. Ал соңғы түні болғанда олардың, мұсылмандардың, күнәлары кешіріледі. Әбу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен. Сахабалар, уа, Расулалла, ол түн қадір түні ме? Деп сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм, жоқ, жұмысшы да ісін толық бітірген соң өзінің сыйын алмаушымайды. Сол сияқты деген Ахмад. Әбу Хурайра радиаллаху анху былай деді, бірде Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәләм бір бәдәуи келіп, я, Алла елшісі, маған оны орындасам жәннатқа кіретін амал нұсқашы деді. Оған Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм, Аллаға ешкімді ортақ қоспай құлшылық ет, намаз оқы, парыз зекетіңді төле және Рамазанда ораза ұста деп жауап берді. Бәдәуи, жаным қолында болғаның атымен ант етемін, мен бұған еш нәрсе қоспаймын деді. Ол шығып кеткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм, кім жәннат тұрғындарына қарап көзін қуандырғысы келсе, онда ол осы бәдәуиге қарасын. Бұхари, Муслим. Бұл хадистің мағынасына қысқаша тоқталып өтетін болсақ, ең алдымен біздің оразамызда Алла тағаланың разылығына жету мақсат, мұрат бар. Ораза құлшылығындағы құпия сырдың мәні де осында. Себебі оразаны кім қалай ұстап жүр, ол жағы жаратушы, хақ пен құл арасындағы құпия сыр. Өйткені жаратушы иесі мен ораза ұстаушы адамның арасындағы құпия сырды Алладан басқа ешкім біле де алмайды, көре де алмайды. Шындығында ораза ұстаушы адамның ешкім жоқ жерде тамақтанып алуына, ал басқалардың көзінше аузы берік адам секілді жүріп тұруына еш нәрсе кедергі емес. Оны ондай екіжүзділіктен тек Алла тағаланың көріп тұрғанына деген кәміл иман мен тек жаратушысының разылығын іздеген шынайы ықылас қана сақтайды. Хадисте оразаның тағы бір басты ерекшелігінің бірі, оның риядан, яғни басқалар көрсін деген көзбояушылықтан таза болуында. Себебі ораза, егер ораза ұстаушы өзі айтып қоймаса, басқа ешкім біле алмайтын, Алла тағала мен құлының арасындағы сыр тәрізді ерекше ғибадат. Әуелі бәрімізге белгілі хадис мәтініне зер салып көрейік. Адам баласының барлық амалы еселенеді. Жақсы амал оннан 700 есеге дейін көбейеді. Алла тағала айтады, адам баласының барлық амалы өз үшін. Тек ораза мен үшін. Оразаның есесін, сыйын өзім беремін. Өйткені пендем мен үшін шахуат қалауы мен тамағынан тыйылады. Ораза ұстаушы бөлінетін екі шаттық бар, ауыз ашқан кездегі қуаныш және Раббысымен жолыққан уақыттағы қуаныш. Мұхаммедтің жаны қолында болған Алламен ант етемін. Алла тағаланың алдында ораза ұстаған адамның аузының иісі мисктің, әтірдің иісінен де жағымды дейді. Бұхари, Муслим жеткізген. Ораза ұстай отырып, адам Аллаға деген махаббатты арттырады. Мұсылманның жүрегі Алламен тығыз байланыста болады. Тамақ пен сусыннан бас тарту, сіздің жаныңыз бен тәніміздің Аллаға қызмет етуіне мүмкіндік береді. Бұл амал Алланың игілігі үшін істелген ең үлкен ғибадаттардың бірі болып табылады. Әрбір күні мен сағаты, тіпті ораза ұстап жүрген адамның аштықтан немесе шөлден шаршаған кезі де оның ішкі әлемін нығайтады. Өзіне ғана бағышталған оразаның сауабын жаратушы иеміз өзі береді, және өзінің құдіреті мен мейіріміне лайық түрде береді. Бәріміз білеміз, хақ дін исламды қабылдау Алладан басқа тәңір жоқ екеніне, әрі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәсәләм Алланың елшісі екеніне жан жүрегімізде күдіксіз сену және тілмен айту арқылы жүзеге асады. Өз кезегінде Алладан басқа тәңір жоқ деген сенімнің астарында Алла тағаладан басқа жаратушы, басқарушы жоқ, және Алла тағаладан өзге құлшылық қылуға лайық басқа құдай жоқ деген өзекті ұғым жатыр.
Ал, дәл осылай Алла тағаланы бір деп білу, ой ниетімізбен, сөзімізбен және денімізбен орындалатын құлшылықтарды тек қана Аллаға арнау және тек оның ғана разылығын мақсат тұту, біздің мұсылмандық сеніміміздің негізі әрі хақ дінді дұрыс ұстанудың, құлшылықтарымыздың қабыл болуының ең басты шарты. Осы шарт оразада орындалады.